Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 5 минутта дайын болатын ең қарапайым кекстің жасалу жолын көрсетемін. Алдымен мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Кран әдеттегідей описанияға жазып қалдырып кетемін. Сол жақтан қарай аласыздар. Бірінші жұмыртқаны ыдысқа жарып саламыз. Кейін бір шымшым тұз және қантты қосып, миксермен көпіршіп ағарғанша араластырамыз. Бір айта кететін нәрсе, егер миксер болмаса, ештен кетпейді. Винтикпен араластырып жасауға да болады. Маған миксермен ыңғайлы әрі тез болған соң қолданып жатырмын. Енді айран қосамыз. Араластырмай тұрып, бірден ертілген сары майды қосып, бірге миксерлейміз. Келесі разрыхлитель ұнды салып, бірге араластырамыз. Ұн сыртқа шашырамас үшін осылай миксерді қоспай тұрып, миксердің басымен жайлап араластырамыз. Бізде осындай сұйық та емес, қатты қою да емес, тесті дайын болды. Енді формаларға құйып пісіріп аламыз. Формаға құйған кезде қатты толып кетпеу керек. Формаға осылай орташа көлемде құямыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минут пісіреміз. Айта кететін нәрсе, әркімнің пеші әртүрлі, сол себептен қадағалап қарап тұруды ұмытпаңыз. Мінекей, мен кекстерім дайын. Қараңыздар, түрі де әдемі, сүйкімді, дәміне тіпті сөз жоқ. Сіздер де дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бұл менің өте қатты жақсы көретін кекстерім, және отбасыма да бұл ұнайды, сіздерге де ұнайды деп сенемін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.